Сәлем достым, менің есімім Рахат. Бүгін мен 24 сағат бойы Уоррен Баффеттің өмірін сүретін боламын. Және де Уоррен күнделікті таңғы 6:45-те тұрады. Неге басқа адамдар сияқты 4-те емес? Себебі оның мынандай айтатын сөзі бар. Менде таңғы 4-те тұруға ешқандай ынта жоқ. Уоррен Баффет таңғы асқа Макдональдстен 6 жастағы балаларға арналған наборды жейді. Неге 6 жастағы балаларға? Себебі оның жасында басқа адамдар секілді жесе, ол қатты зиянырақ болады. Ал 6 жастағы балаларды Я буду макмаффин с яйцом и сыром. Зиян емес, бірақ та өзінің әсері бар. Енді біз барлығымыз білеміз Макдональдстың зиян екенін, және де аш қарынға Макдональдсты жегенді. Сондықтан да мен өз вариантым бойынша жейтін боламын. Уоррен Баффет таңғы астан кейін жаттығулар жасайды. Мен де қазір жаттығу жасайтын боламын. Уоррен Баффет жұмыс басталғаннан кейін ол өзінің жұмысының 100%-ның 80%-ын кітап оқуға бөледі. Ол күніне 500 бет кітап оқиды. Енді барлығымызға 500 бет оқу қиын. Сондықтан да мен аудиокнига тыңдайтын боламын, және де кітап оқитын боламын. Екеуін бірге қосып, енді қазір кітапханаға баратын боламын. Ендеше кітапханаға кеттім. Merry Christmas, yeah. Merry Christmas. Жаңа ғана кітапханадан шықтым, кітабымды алдым, енді ағылшынға кетіп бара жатырмын. Merry Christmas, Merry Christmas. Whipping in a foreign Santa, turn it to a litmus. Got me feeling down, cause my stocking full of coal, yeah. Бірде Уоррен Баффет өзінің жеке шағында оның ұшқышы 10 жыл жұмыс жасағанын біледі, және де оның өмірінде ешқандай өзгерістер болмағанын білгеннен кейін ол оған менің қасыма отыр, мен саған қазір бір нәрсе айтамын, сен соны жаса дейді. Уоррен Баффет оған өзінің 25 мақсатыңды жаз дейді. Содан кейін оның ішіндегі ең маңызды 5-еуін дөңгелетіп ал, яғни соларға тек қана фокус жаса. Мысалы 25 мақсатты жазғаннан кейін саған қайсысы маңызды 5-еуінің соны белгілеп аласың. Содан кейін оларды орындап болғаннан кейін барып, сен қалған 5-еуіне көшесің. Осылай жасау арқылы сен өзіңнің уақытыңды үнемдеп, өзіңнің мақсаттарыңды жылдам орындауға болатынын айтады. Қазір мен 25 мақсатымды жазатын боламын, содан кейін қайсысы маңыздысын соларды бөліп сіздерге көрсететін боламын. Бұл видеода мен не түсіндім? Біз әрдайым білімге инвестиция жасауымыз қажет, яғни білімге көп ақша құртып, ол білімге құртқан ақша әрдайым келетінін білуіміз қажет. Егер саған видео ұнаса, каналға лайк басып кет. Сен болған Рахат. Келесі видеода көрісеміз.